Бәріңізге сәлем достар. Бүгінгі видео сабақта мен бэктест дегеніміз не, бэктестті жалпы қалай жасаймыз, не үшін жасаймыз, сол жайлы толығыменен түсіндіріп беретін боламын. Алдыңғы видео сабақтан кейін көп адамдар осы нәрсені сұраған екен. Жалпы бізде бэктест дегеніміз ол мынаяқта именно TradingView'да специальный симулятор деген нәрсе бар. Осы симулятор арқылы графикті толығыменен артқа жылжытып тастап, өздеріңіз өткен тақырыпты графикте мысалға тексеріп етіп көру былайша айтқан кезде. Бұл симулятор қателеспесем обычный тарифтарда $12 ма сондай тұрады. Вот. Яғни мынаяқтан сіздер жаңағыдай оплата жасап өздеріңізге сатып алсаңыздар болады, бір айға солай тұрады. Самый простой тарифін ала беріңіздер бастапқы уақытта. Одан кейін яғни осы симулятор арқылы графикті өстіп жылжытып отырып сіздер бэктест жасауыңыз керексіздер. Мысалға, допустим, айтайық, сіздер импульс коррекция деген тақырыпты өттіңіздер. Мысалға, импульс жүрді ғой, оның минимум точкасынан максимум точкасына жүргізіп отырасыздар, иә. Вот, мысалы, Фибоначчиді өттіңіздер. Фибоначчидің жаңағындай қай жеріне дейін ол сіздерде жаңағындай коррекция болады деген секілді. Немесе там басқалар сатып жүр ғой, допустим, СНР стратегия деген секілді ше. Соның өзін бэктест жасап көріңіздер. Яғни осы симулятор рынка арқылы сіздер осылайынан бэктест жасап статистика шығаруларыңыз керексіздер. Мысалы, қанша уақытта там Фибоначчидің 0,5 зонасын тестировать етеді. Қанша рет мысалға әр активте өзінің ерекшелігі бар. Мен мысалға сіздерге айтайын, өзім екі активтің движениесін өте жақсы білем. Оның біреуі осы GER40 болатын болса, екіншісі ол алтын. Мен қазір сіздерге бұл нәрсенің барлығын только алтын деппін ғой, GER40-тың примерменен түсіндіріп беретін боламын. Запись жазылатыр ма өзі? Иә, запись жазылатыр. Вот мынаяқта қараңыздар, мысалға сіздер Фибоначчиді өттіңіздер ғой, осылайынан минимум точкадан максимум точкаға дейін жүргізіп, қанша рет бір жылдың ішінде ол там 0,5 зонаға дейін тестировать етіледі, соны тексеріп шығыңыздар. Әр активтің өзінде ерекшеліктер бар дедім ғой. Мысалға, GER40-тағы ерекшелік ол жаңағындай, когда ол импульсына келе жатады ғой, мысалға оны кез келген жерден никогда разворачивать етуге болмайды. Типа, все мына жерден атқасын жаңартты, ол там дальше шортқа кетеді деген нәрсені білдірмейді. Алтында да то же самое. Когда алтын осындай импульсына лонг келе жатады ғой, үлкен таймфреймде, оны тоже бұруға, там, шорт позиция ашуға болмайды. Яғни, лучше точка входа дұрысын тауып, лонгқа іздеу қажет. Мысалға, сіздерде қазір импульс болып тұр, иә? Вот импульстан кейін GER40-тың тағы бір ерекшелігі, ол көбінесе имбаланстарды жақсы тестировать етіп жүреді. Мысалға, мына жерде қарайтын болсаңыздар, 4 сағаттық таймфреймде ол имбаланс қалдырып кетті, иә? Осы имбаланстар аластардағы барып белгілейсіздер, и ол қанша рет осы имбалансты тестировать етеді деген секілді. Уже үлкен таймфреймнен бастап, жаңағыдай кіші таймфреймге дейін барып анализ жасап шығасыздар. Яғни жалпы бэктест дегеніміз осы симулятордың көмегімен әрбір өткен тақырыпты анализ жасап статистика жинау болып саналады. Мысалы, мен қазір мына жерде 4 сағаттық имбалансты белгілеп қойдым ғой, көреміз қазір ол имбалансқа келеді ма, келмейді ма деген секілді. GER40-тың ең үлкен ерекшелігі ол көбінесе имбалансты full fill, яғни толығыменен толтырып барып движениесін жалғастырады. Көп жағдайда сол ситуация қайталанады. Оны мен бір жылдық графикті артқа айналдырып статистикасын жинап өзім көрген болатынмын. Вдруг сіздерге тоже пайдалы болады деп ойлаймын. Мысалы, көрдіңіздер, аяқта 4 сағаттық имбалансты толығыменен толтырды, full fill жасады. Одан кейін барып движениесін жалғастырды. Мына жерде де қарайтын болсаңдар, ол имбалансты толығыменен толтырады. Дальше солай, вот мына да имбаланс қалып тұр, иә? Неге көріп тұрсыздар ғой? 4 сағаттық имбаланс тұр. Дәл қазір ол осы 4 сағаттық имбалансқа дейін вот до конца келіп тұр. Неге көретін болсаңыздар. И осы жерден қазір откат болып дальше кетуі мүмкін. Көп жағдайда вот GER40 өзінің имбаланстарын full fill до конца толтырып барып жүреді. Яғни мысалға сіздер жаңағыдай алтынды торговать ететін болсаңыздар, алтынды осылайынан мына симуляторменен артқа айналдырасыздар. Вот. И сіздердағы бэктест жасайсыздар. Мен қазір сіздерге өзімнің жасаған бэктесттарымды көрсетейін. Жалпы негізінде бэктестті жаңағыдай Notion дейді, торговый журнал дейді, сондайға жасаған дұрыс дейді, айтып жатады. Но мен үшін өзіме Wordқа жасаған ыңғайлы. И мысалға мен бірінші күнін жазамын, қай күн, апрель 2023 жыл. Общий контекст анықтап аламын. Яғни HTF, үлкен таймфреймде бізде HTF не беріп тұр, соны анықтап аламын. Одан кейін
қай жерде ликвидностьтар бар, соның барлығын анықтап аламын. Сосын бос қалып кеткен имбаланстар бар ма, соны анықтап аламын. Одан кейін барып уже кіші таймфреймдерге кіріп, осылайынан бэктест жасаймын. Қаншалықты позиция отработка болады, соның барлығынан статистика жинап шығамын. Неғұрлым сіздер көп бэктест жасайсыздар, соғұрлым сіздерде опыт пайда болады, соғұрлым сіздерде не болады, уверенность пайда болады. Егер дағы мынандай бэктест жасамайтын болсаңыздар, вот осылайынан бэктест жасамайтын болсаңыздар, ол кезде қанша жерден там курс алыңыздар, ол просто андай бесполезный нәрсе болып саналады ше. Мысалға, мен даже өзімнің эмоцияма дейін осылайынан журналға жазып, контролировать етіп үйрендім ше, честно айтайын. И поэтому сіздер тоже осындай бэктест жасасаңыздар, бұл торговляларыңызға қатты көмектеседі, улучшать етуге, жақсартуға қатты көмектеседі. Вот. Мен өзім алтынның и осы герсоргтың движениесін өте жақсы білем, и екеуін ғана полностью бір жылдық графиктерін артқа айналдырып бэктест жасап шыққанмын. Просто каждый айдыкын осылай файл ашып алыңыздар, мысалға герсорг ноябрь, герсорг октябрь, либо алтын ноябрь, алтын декабрь деген сияқты әртүрлі файлдарды ашасыздар дағы. Каждый күнде үлкен таймфрейм ХТФ-тан бастайсыздар дағы, кіші таймфреймге дейін толығыменен өткен тақырыптарыңыздың бэктестін жасап шығасыздар. Но если сіздер смарт мани анализін білмейтін болсаңыздар, ол кезде даже бэктест жасаудың өзі бесполезный нәрсе. Бірінші смарт мани үйреніп алыңыздар, одан кейін барып бэктест жасаған сіздерге тиімді болады. Видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, астына комментарий жазып кетіңіздер. Және дағы мен қазір төменге өзімнің инстаграм аккаунтыма қалдырып кетемін. Сол жерге міндетті түрде подписка жасап қойыңыздар. Мен өзімнің күнделікті анализдерімді, профиттарымды инстаграм аккаунтыма салып отырамын. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.